Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Қайырлы күн. Мен Абиерден Елқан, Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының тұрғынымын. Айтпақшы болғаным, мына Батыс Қазақстан әкімшілігі Қытай деген сүмелікке арендаға 100 000 гектар жер бермекші екен. Мен Қазақстан азаматы ретінде Қытайларға арендаға мейлі сатып болсын жер беруіне түбегейлі қарсымын. Өйткені жер біздің отанымыз, жер біздің тағдырымыз, жер біздің болашағымыз, жер біздің өмірімізге, тарихымызға қатысты ата мұрамыз. Мен отанымның, жерімнің басқа біреудің боданы болуынан қаламаймын. Бұған түбегейлі қарсымын. Сіздер де қарсы боласыздар деп ойлаймын, құрметті қазақ елі. Қытай келсе, бізді түрлі жақтан қиындыққа ұшыратады, мейлі экономикамыздан, мейлі саудамыздан. Қазірдің өзінде барахолка сияқты түрлі үлкен саудада отырған қазақ азаматтарының саудалары күннен күнге әлсіреп бара жатыр. Бұл Қытайдың бізге келе жатқан экономикамызға түрлі жақтан зиян. Сондық үшін мейлі Қытай болсын, мейлі өзге мемлекеттегі адамы болсын, қазақтың жері тек қазаққа ғана тән, өзге ұлттарға берілуіне 100% қарсымын.